Мы все знаем высказывания мировых лидеров. Они алғанда мен өзім де оларға үлкен рахмет. Көптеген мәселеде ортақ пікірге келе алдық. Бұл кешкен қояды мәселені біздің милләттің татарлығын сақтап, ділін, ғадатын, традицияларын сақтап, һәм енді міне Мәскеуге дәулет болысына сайланғаннан соң неше мәртебе мен аның белән Мәскеуде сұрашып, ортаға салып сөйлештік. Бұл мәселені былай кіріп көтерейік. Орыс туғандарымызды жанамас, міне былай кірсек. Бізде саған сөзге табырсың. Міне бұл күнні бүгін міне шушы законға өзгерді күткенде сенің шығышың дейік орында болар дейік. Екенімді таңдайды. Соны не көрейік? Әп дейік, маңғой кіріп, орыс тілінде де, туған тілінде де депутаттарға дәулеттің үстінде мәскеулілерге жеткіледі. Оның білен ұшылашу күні сіздің ендедір ауыр күнге толы кезде юғалту күніне, оны юғалту күніне бұл мезелі әлләрі белгілі болғанша сізге республикада тауыр күн еттіріп еғлан етілді неше кіші Құрмыштан кетілгенден қырық болдылар. Міне бүгін шөлдей күніне республикада білгілі сіздің білен мұнда сағана біз бағдарымызда ұзатамыз. Әрбір жылда болармыз. Кімнің уақыты қашан жетер, кім нешеге яшар, неше жылға яшар. Ләкин өткен ғұмыры, ішлеген іші халыққа дұрыс еттірмейелер. Мұнда Сағашатюрсының міне қызмет еткені қазірде көз алдында, әлі тарихта 20-ші ғасырның тарихында, 20-ші ғасырның тарихында ол өзінің ең ізін халқымызға, дәулетімізге салған ісі мәңгілікке қалды. Іске алғанда мен өзім де оларға үлкен рахмет. Көптеген мәселеде ортақ пікірге келе алдық. Бұл кешкен қояды мәселені біздің милләттің татарлығын сақтап, ділін, ғадатын, традицияларын сақтап, һәм енді міне Мәскеуге дәулет болысына сайланғаннан соң неше мәртебе мен аның білен Мәскеуде сұрашып, ортаға салып сөйлештік. Бұл мәселені былай кіріп көтерейік. Орыс туғандарымызды жанамас, міне былай кірсек. Бізде саған сөзге табырсың. Міне бұл күнні бүгін міне шушы законға өзгерді күткенде сенің шығышың дейік орында болар дейік. Екенімді таңдайды. Соны не көрейік? Әп дейік, маңғой кіріп, орыс тілінде де, туған тілінде де депутаттарға дәулеттің үстінде мәскеулілерге жеткіледі. Оның білен ұшылашу күні сіздің ендедір ауыр күнге толы кезде юғалту күніне, оны юғалту күніне бұл мезелі әлләрі белгілі болғанша сізге республикада тауыр күн еттіріп еғлан етілді
нече кеше тормыштан китирген халык булдылар. Менә бүген шундый көнне республикада бергәләп сезнең белән монда сагана biz bağlamızda uzatmaz. Her bir şunda buluruz. Filminin vakti maşan gider. Bir şeye yaşar, bir şey yola yaşar. Lakin bu ömrü işlegen işi balıkla dürüst ettirmeyelemez. Ben de savaşa görürsünüm. Böyle hizmet etkeni hazırda göz aldığında tarihte 20. asırın tarihinde 20. asırın tarihinde bu özünün diyen izin halkımızga, devletimizge salgan işle мәңгілікке қалды. Что пришли проститься с моим отцом. Хочу поблагодарить Государственный совет, работников Государственного совета, которые помогли нам организовать эту церемонию. Мечеть Марджани, служителей этой мечети. Ну, что могу сказать? Мы дети, я и мой брат, всегда были как за каменной стеной. Никогда с сегодняшнего дня в нашей жизни не было потрясений, не было потерь. Вот. Но сегодня, что хочу сказать? Наверное, там, где фонтан Софиуллин, не всегда все бывает по протоколу. Поэтому скажу то, что думаю. И, пожалуйста, записывайте то, что я говорю. Возможно, будет интересно. Я считаю, что сейчас развернута настоящая война. Я прошу прощения. Может быть, то, что я говорю, будет списано потом на мое эмоциональное состояние. Вполне это понимаю. Развернута настоящая война. То, что было раньше, там, где участвовал мой отец, это вот Борис Горович хорошо помнит, давление Москвы, противостояние. Ну, события были драматические, но, наверное, то, что происходит сейчас, если сравнить, это, наверное, была такая большая, просто интересная игра. Сейчас... Milletimizin, Respublikamızın güvenlik birge көп yıllar Sagat Sofiullin bilen davet etken cemaatler, iktidar bilen Respublikага hizmet etken kişimiz. Kazanda yaşar, Moskvada yaşar. Hazır işlerlikli tarihi günün adımının Respublikanın işine katnaşı büyük zor oldu. Дорогие друзья, многонациональная республика Татарстан в новейшей своей истории, в своем развитии обязана таким людям, как человек, с которым мы сегодня прощаемся, Андрей Акировичем Софиуллиным, и многими другими нашими национальными лидерами, людьми, способными говорить, делать, настаивать не только с трибуны Верховного Совета нашей Республики, не только с трибуны Государственной Думы Российской Федерации, что очень важно, но и на встречах с людьми, на Майданах, на собраниях, в Союзе их общественных организаций. Поэтому я имею поручение. Татарстан айталам. Чуашчагына билбейм. Кайда Софиуллин үйрөттүбүз, татар тилинде, туган тил бизге. Биздин президентибиз Рустам Нургалиевич Миниханов исиминен, биринчи президентибиз Шаймиев исиминен, Devlet депутатлары, Devlet Союзу депутатлары, шахсан өз исиминен аларга бик рахмәтле. Күп әйбергә безгә укытучы булды, өйрәтте һәм урысмыйча сүзгә тапкыр буларак Сәгат Софиуллин республиканың үсешенә, үз тормышын, үз көчен
бросал вам в кишень.